Әуедегі ұшақтың есігін ашып жіберсе не болады? Жуырда британиялық әуе компанияның жолаушы ұшудан қорқып, ұшақ әуеге көтеріліп қойған кезде есікті ашпақ болған. Осы оқиғадан кейін әуе мамандары бірлесе келе ұшу кезінде ұшақтың есігін ашса не болады деген сауалға жауап берді. Мамандардың пікірінше, есігі ашылғаннан кейін бірнеше секундтардан соң ұшақ апатқа ұшырайды. Өйткені борттың ішіндегі және сыртындағы қысымның айырмашылығынан бекітілмеген барлық зат ұшақтан тез арада құлап кетеді. Салонда қалып қойған кез келген адам көз жұмуы мүмкін. Себебі ұшақ әуеден жылдам құлай бастайды. Дегенмен ұшақтың есігін ашу айтарлықтай оңай дүние емес. Бұл іс көптің қолынан келе бермейді. Қысым үлкен, сондықтан сізге кем дегенде гидравликалық домкрат қажет. Ал мұндай механизмді салонға кіргізу екіталай деп атап өтті мамандар. Жолаушылар ұшақтың есігін ұшақ жерде болғанда ғана аша алады. Мұндай да жағдайлар бұрын болған. Мәселен, өткен айда Таиландта жолаушы ұшақтың ұшуына бірнеше секунд қалған кезде авариялық есіктің ілмегін жұлып алған. Анықталғанда тәртіп бұзушы мас болған. Оқиға салдарынан қалған жолаушылар әуе кемесінің ұшуын тағы 1,5 сағат күтуге мәжбүр болған. Сонымен қатар өткен жылы Малагаға қонғаннан кейін қосалқы есікті ашып жіберген. Онымен қоймай, ол тіпті кеменің қанатына шығып та үлгерген. Бұл жолаушының айтуынша өз әрекетін былай деп түсіндірді. Анықталғандай, ол талмасы ұстап дем ала алмағандықтан таза ауаға осындай жолмен шығуға мәжбүр болыпты. Ұшақпен ұшқанда абай болып, уақыттың қадірін білейік.